Қайырлы кеш баршаңызға. Аман сау жүрсіздер ме? Сәрсенбінің кешінде тамаша көңіл күй тілейміз. Тікелей эфирге қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Кітаптар әлемі жобасында мен Салтанат Әбдіғали. Қымбатты YouTube арнамыздағы достар, оң жақтағы қоңырауды басып, біздің арнаға жазылып, қазақ тіліндегі контентті қолдап отырсаңыздар қуанышты болар едік. Қосылған кісілер болса, жазып жіберсеңіздер, бейнем анық көрініп тұр ма, даусым жақсы естіліп тұр ма? Сіз бен біздің байланысымыз қалай? Кеш жарық, Жанерке. Біраз оқырмандар қосылғанша, аздаған жарнама айтып өтейін, я? Қадірлі оқырман, Телеграмнан жақында 2 топ аштым. Біріншісі сөз маржан, екіншісі балаларға базарлық тобы. Сөз маржан тобында күнделікті ғибратты әңгімелер жарияланып отырады. Енді ғибратты әңгімелер деп мен жалпы айтып отырмын. Қазақтың би шешендерінің нақыл сөздері, тұлғаларымыздың оралымды ойлары, мағыналы әңгімелер жарияланып отырады. Рахмет, Жанерке, бәрі жақсы анық көрініп тұр дейді. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Балаларға базарлық тобында күнделікті балаларға арналған туындылар жарияланып отырады. Аптасына 2 рет ертегі оқимын. Қосылыңыздар, бағасы арзан. Бір шоколадтың құны шығар. Есесіне әр күн сайын жаңа шығармалар оқып отырасыздар. Мол рухани азық аласыздар. Барлығы жақсы болса, біз бастаймыз. Хабарландыруда сіздерге айтып өткендей, бүгін мен біздің жобаға келген хаттарға жауап беремін. Көп оқырмандар біздің Кітаптар әлемі жобасының тікелей эфирге шығып, өлеңдер оқуымды сұрайды. 15 сәуір күні де Аяулым есімді оқырманымыз махаббат тақырыбындағы жырларды оқыңызшы деп айтқан екен. Ол күні біз ауыз ашар бердік, солай қолым босамады. Сіздердің тілектеріңіз орынды. Өйткені кейінгі уақытта біздің жоба әр жұма сайын Шалқар радио арнасынан шығып жүрміз. Сондықтан көбінесе мен прозалық шығармаларға тоқталып, шолу жасап жүрмін. Сіздердің ұсыныстарыңызды ескеріп, қабылдап, Алла қаласа келесі аптадан бастап тікелей эфирге шығып, 5-6 ақынның жырларын жинақтап, поэзия кештерін ұйымдастыратын боламыз. Рахмет, Сәбит аға, тамаша екен дейді. Келесі сұрақ. Бізде 2023 жылдың қыс айларынан бастап еліміздегі көптеген мектептермен, жоғарғы сынып оқушылармен, кеш жарық Гүлмира әпке, қош келдіңіз. Жоғарғы сынып оқушылармен кездесулер ұйымдастырдық. Сол кездесулерде қойылатын сұрақ және де Инстаграмнан келген хаттарда кітапты қалай оқимын, кітап оқуды бастағым келеді деген сұрақтар екен. Біз барлық хаттарды жинақтап, ішінде көп қойылған сұрақтарды алдық. Кейбір кісілер кітап оқығанды жақсы көреді. Кейбір кісілер мүлдем кітап оқымайды.
Әр адамның қызығушылығы әр алуан. Бала кезде мен домбыра шерткенді ұнататынмын. Домбыра үйірмесіне бардым. Мені өнерге баулыды. Біздің сыныбымызда Серік есімді сыныптасымыз болды. Спортпен шұғылданды. Сол кезде биік жетістіктерге жеткен, әлі де жетіп жүр. Оқушыларды жаттықтырып жүр. Бұл енді кейбір кісілердің кітап оқитыны, кейбір кісілердің кітап оқымайтыны қалыпты жағдай. Ешкім сізді, сіз неге кітап оқымайсыз деп кінәламайды. Кітап оқу миға арналған жаттығу. Біз кітап оқу негізінен үлкен өнер. Оның әдіс тәсілдері бар. Біз кітап оқуды да үйренуіміз керек. Көп адам айтады, сіз әдебиетшісіз, әдебиетті сүйіп оқисыз, бар ықыласыңызбен оқырмандарға ұсынасыз деп. Мәселе онда емес. Негізі кітапты оқып бастап кету оңай шаруа емес. Денені қалай жаттықтырамыз? Дене жаттығуын бастауды қалай күнде ертең бастайым, дүйсенбі бастайым, сенбі бастайым, келесі айдан бастайым, наурыздан бастайым, жаңа жылдан бастайым деп кейінге шегере береміз. Кітап оқуды да біз солай үлкен жұмыс етіп қарап, яғни біз миымыз өзіне артық жүк алғысы келмейді. Кітаптан іздеген мәліметімізді одан да Google'дан тауып бергісі келеді, YouTube'дан қарай салғанымыз жақсы деген секілді біз интернеттің көмегіне жүгінеміз. Интернетпен мен қазір кішкене ғана тоқталайын, кейін біз бұл тақырыпқа тереңірек тоқталатын боламыз. Интернетте қараңыздар, мен енді әдебиетшімін, маған Алдар Көсе туралы ертегі керек болды. Мен іздеймін интернеттен, интернет маған бір 2-3 ертегі тауып береді, сайттардан белгілі, Ал кітап. Мен қазір осы Алдар Көсе қазақ халық ертегілері кітабын алып отырмын. Бұл кітапта қараңыздар. Алдар Көсенің дүниеге келуі, Алдардың Көсе атануы, Алдар мен Алаша хан, Алдардың байды алдауы, Жиренше мен Алдар, Алдар Көсе мен досы, Алдардың бір байды емдеуі толық мәлімет кітаптан алынады екен. Сондықтан дене жаттығуын біз енді бастаймыз ғой. Бүгін 5 рет бастайым, ертең 10 рет жасайым, арғы күні 15 рет жасайым деп. Солай кітапты да бүгін 5 бет оқимын, ертең 10 бет оқимын, арғы күні 20 бет оқимын деп кітапқа деген қадамдарымызды осылай қарапайым ғана қадаммен бастайды екенбіз. 1000 қадамдар 1-2 қадамнан басталады, Көктем 1-2 бәйшешектен басталады. Осылай біздің кітапқа деген қызығушылығымыз артып, біз нағыз кітап құмар жанға айналады екенбіз. Кітап оқудың пайдасының орасан екенін адам оқыған кезде өзі-ақ түсінеді. Оны содан кейін жетелеп отырудың қажеті жоқ. Ең бастысы адамның кітапқа деген қызығушылығын, құштарлығын оятсаң жеткілікті. Рахмет, Фатима апай, жаның жадырасын. Енді тағы қандай мәселе туындайды? Маған келетін сұрақтардың көпшілігі қандай кітап ұсынасыз дейді. Қандай кітап ұсынасыз? Біздің жобаға келген хаттарды іріктеп, ішінде көп қойылған сұрақ, мен кітап оқуды қалай бастаймын, кітап оқығым келеді деген оқырмандарға қазір бірден фантастикалық жанр, психологиялық кітаптар, мотивациялық кітаптар, көркем әдебиеттерді ұсына алмаймыз. Ең бірінші ол кісілердің кітап оқуға құштарлығы ояну керек. Олар қадам бастап повестерден, әңгімелерден оқып бастау керек. Содан кейін біз кеңестерді береді екенбіз. Адамның одан кейін талғамы өсе береді. Өзіне қажетті кітапты, өзіне қажетті дүниелерді іздеп жүріп тауып оқитын болады. Көбінесе кітаптарды 5 бет оқығанда
білінеді деп айтып жатады, иә. Кітаптың тақырыбы да негізі көп нәрсені шешеді, оның артында мазмұнына қараймыз. Солай біз өзімізге қажетті дүниені тауып оқиды екенбіз. Енді мен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Сіздер мына сұраққа жауап беріңіздер. Сіздер кітап оқисыздар ма? Және кітапты жиі оқисыздар ма? Егер сіздер кітапты оқитын болсаңыздар, жақсы. Егер кітапты жиі оқитын болсаңыздар, өте жақсы. Ал егер кітап оқу дағдысын дұрыс қалыптастырған, кітап оқуды жүйелі түрде қолға алдым десеңіздер, тіптен тамаша. Мен бұл сұрақты қойып отырған себебім, адам кітапты не үшін оқиды? Ең бірінші соны өзінің мақсатын анықтап алған дұрыс деп ойлаймын. Адамға өз мақсаты айқындалғаннан кейін, мысалы, мен өзімнің сөздік қорымды байыту үшін кітап оқимын. Мен әлем халықтарының салт дәстүрлерін білгім келеді. Мен әлемнің әсем жерлерімен танысқым келеді. Сол секілді, кез келген мақсат айқындалғанда адамға барлық жолдар ашылады, иә? Барлық. Достар, менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Бәрі тамаша ма? Сіздер көрінбей қалдыңыздар. Қосу белгісін қойып жіберіңіздерші. Рахмет. Жантасаға қайырлы кеш, сәттілік тілеймін дейді. Қатып қалды комментарийлар. Бәрі жақсы ғой, иә? Міне солай мақсат айқындалғаннан кейін адамның оқыған кітабынан нәтиже болады екен. Демек, бәрі дұрыс. Яғни, біз кітапты оқыған кезде, мен өзім сөз басында айтқандай, біз барлығымыз Абай жолын оқуға міндетті емеспіз, иә?